Қайырлы күн, достар. Менің тарих таным каналыма қош келдіңіздер. Сіздер бұл каналдан Қазақстан тарихы туралы тақырыптар білетін боласыздар. Сондай-ақ мектеп оқушылары үшін БЖБ, ТЖБ талдаулары, сондай-ақ тест талдаулары болады. Сондықтан сіздер менің каналыма тіркеліп, видео ұнаса лайк басып отыруларыңызды сұраймын. Сондай-ақ достарыңа таратуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз 7 сынып Қазақстан тарихынан Қазақстан тарихы империясының құрамында бөлімі бойынша жиынтық бағалауды талдайтын боламыз. Онда қамтылатын тақырып Қазақстанда капиталистік қатынастардың дамуы және жәрмеңке саудасының дамуы. Білім алушы капиталистік қатынастардың экономикаға ықпалын сипаттауы керек және сауда қатынастарына жәрмеңкелердің тигізген өзгерістерін білетін боламыз. Бірінші тапсырма: тау-кен өндірісіне жұмысқа жалданған қазақ-орыс еңбекшілерінің атауын көрсетіңіз. Өздеріңіз білесіздер, Ресей империясы қазақтардың жерін жаппай тартып алды. Сондықтан көшпелі және жартылай көшпелі шаруашылықпен айналысқан қазақтар өзінің малынан, жерінен айырылғандықтан күйзеліске түсті. Сондықтан күнкөріс қамымен кедейленген қазақтар тау-кен кәсіпшіліктеріне жұмысқа келді. Оларды жатақтар деп атады. Екінші тапсырма: 19 ғасырда Қазақстанда жәрмеңкенің басты дамыған өңірін көрсетіңіз. 19 ғасырда Қазақстанда көптеген жәрмеңкелер дамыды. Оның ішінде Ақмолада, Семейде, Оралда, Верный уезінде, Сырдария облысында, Павлодарда көптеген жәрмеңкелер дамыды. Ал ең үлкен басты дамыған өңірі бұл Ақмола облысы болды. Онда жазда және күздік жәрмеңкелердің саны 40-қа жетті, ал Семейде жәрмеңкелердің саны 14 болды. Үшінші сұрақ: Ресеймен сауда жүйесіндегі қазақтардың негізгі тауарын анықтаңыз. Қазақтар негізінен мал шаруашылығымен айналысты. Сондықтан қазақтар сауда жүйесіне мал және мал өнімдерін шығарды. Жауабы: мал. Төртінші сұрақ: ілесу жолымен алғаш рет Қытайға тауар апарып сатқан көпесті көрсетіңіз. 1882 жылы Верный көпесі Вали Ахун Юлдашев деген адам Іле өзені арқылы Қытаймен сауда жасауды ойлайды. Сөйтіп, ол Англиядан кеме сатып алады. 1883 жылы Іле өзеніне өзінің 20 000 пұт астық деген кемесін түсіріп, Қытайдың Сүйтін бекінісіне келіп тоқтайды. Сөйтіп, Ресей менен Қытайдың арасындағы сауда байланысы Қазақстанның Іле өзені арқылы жүзеге асты. Жауабы: Вали Ахун Юлдашев. Бесінші тапсырма: суреттерді пайдалана отырып капиталистік қатынастардың енуінің нәтижелерін сипаттаңыз дейді. Бұнда алғашқы Қарағанды көмір шахталары, сондай-ақ Спасска мыс қорыту пештері, қазақ әйелдерінің ауыр еңбегі және қазақ жеріндегі алғашқы темір жолдардың салыну туралы суреттер берілген. Осы суреттер арқылы біз қазақ жерінде капиталистік қатынастардың дамуының жағымды жағын және жағымсыз жағын талдайтын боламыз. Жағымды жағы: қазақ жерінде капиталистік қатынастар дами бастады. Біріншіден, тау-кен өнеркәсібі дамыды. Түсті металдар менен тас көмір өндіретін тұңғыш кен орындары ашылды. Екіншіден, байланыс жолдары, темір жолдар салынды. Мысалы, 1899-1905 жылдардың арасында Орынбор Ташкент темір жолы салынды. Онда мыңдаған қазақ жұмысшылары еңбек етті. Үшіншіден, ауыл шаруашылық өндірісі дамыды. Мысалы, бір ғана Семей облысында 13 былғары, 9 сабын қайнататын және 23 кірпіш зауыты болды. Төртіншіден, сауда дамыды. Қытай мен Орта Азия менен сауда дамыды, сондай-ақ су жолы менен де сауда байланысы дамыды. Жағымсыз жағы: біріншіден, қазақ байлығын Ресей және шетел буржуазиясы азғантай бағаға, мардымсыз бағаға сатып алды да, одан түсетін пайданы түгелдей өздері көрді. Екіншіден, бұл кен орындарында, завод-фабрикаларда қазақ жұмысшылары және орыс жұмысшылары жұмыс істеді. Олардың жағдайы ауыр болды, жұмыс сағаты көп болды, еңбек ақы өте төмен болды. Үшіншіден, жұмыс күшінің жетіспеуіне байланысты әйелдердің, балалардың еңбектері пайдаланды. Олардың еңбек ақысы ер адамдардың еңбек ақысынан да төмен болды. Төртіншіден, қазақ жұмысшылары дискриминацияға ұшырады, яғни олардың еңбегін өздерін қорлыққа ұстады, қорсынды, келемештеді, әлеуметтік теңсіздікке ұшыратты.
Қазақстанда капиталистік қатынастардың нәтижелерінен қорытынды ой жазатын болсақ, біріншіден 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстандағы шахталар менен кеніштердің барлығы орыс көпестері менен шетел кәсіпкерлерінің қолында болды. Екіншіден, біздің табиғи байлықтар, жер асты және жер үсті байлықтарымыздың барлығы Ресей және шетел капиталистері үшін қызмет етті, әсіресе Ресей империясының экономикасын дамытты. Үшіншіден, Қазақстан жерінен, суынан, мал шаруашылығынан, дәстүрлі шаруашылығынан айырылған Ресей империясының отаршылдық езгісіне түсті. Алтыншы сұрақ, жәрмеңкелердің сауданың дамуына қосқан үлесін анықтаңыз. Жәрмеңкелердің атауы және жәрмеңкелердің қосқан үлесі. Қазақстандағы жәрмеңкелердің ең атақтылары Қарқаралы уезіндегі Қоянды жәрмеңкесі болды, Ақмола уезінде Константинов Еленов жәрмеңкесі болды, сондай-ақ Сырдария облысында Әулиеата, Верный уезінде Қарқара, Семей уезінде Шар деген жәрмеңкелер атақты жәрмеңкелер болды. Жәрмеңкелердің сауданың дамуына қосқан үлесі қандай болды? Біріншіден, жәрмеңкелерде жан-жақтан, Қытайдан, Орта Азиядан, Ресейден, тіпті басқа жақтардан да саудагерлер келді. Мысалы, Қытайдан астық, күріш, құс және құс өнімдері, балық, шойын мен болаттан жасалынған товарлар, сондай-ақ дәрілік шөптер әкелінсе, Ресейдің европалық бөлігінен киім-кешек, темірден және ағаштан жасалынған ыдыс-аяқтар, тұрмыстық бұйымдар, сабындар, фарфорлар, қант, самаурындар әкелінді. Ал Орта Азиядан кілемдер, жібек маталар, бөз маталар, тағы басқалар әкелінсе, қазақтар өздерінің мал және мал өнімдерін шығарды. Мысалы, Қоянды жәрмеңкесінің өзінде қазақтар бір жылда 200 мыңнан астам жылқы сататын болған. Достар, мен сіздерге бөлімді жинақтау тапсырмаларын талдап болдым. Сондықтан менің еңбегімді бағалап, маған мотивация беріп, комментарийға өздеріңнің пікірлеріңізді жазып қойдыңыздар, достарыңызға таратыңыздар, сабақтарыңызды беспен оқыңыздар. Сондай-ақ менің каналыма тіркелуді, лайк басуды әрдайым ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.